Гранат немесе қазақша анар дейміз. Бұл адам ағзасына өте пайдалы жеміс. Видеода көріп тұрғаныңыздай, осы жеміс ағашы Тараз қаласында тұратын Меруерт сіңліміздің бау-бақшасында өніп өсуде. Көшет күйінде тұңғыш рет 4 жыл бұрын Өзбекстаннан әкеліп отырғызылған бұл жеміс ағашы қазір міне өте жақсы жағдайда, жақсы қалыпта. Ұзындығы 1,5–2 метрге дейін өсетін жеміс ағашының жапырақтары ұзынша жіңішке болады. Қазақстанның оңтүстік аудандарында ыстық жерлерде жақсы өседі. Күнге бетке отырғызған жөн. Мезгілімен жиі суаруды қажет етеді. Тіпті пісер уақытының өзінде де мезгілімен суармайтын болсаңыз, жемісі жарылып кетуі мүмкін. Жас ағашқа 15–20 литрдей, өсіңкіреген үлкен ағашқа 50–60 литрдей су құяды. Суарған жер тілімденіп құрғап кетпес, жарылып кетпес үшін құрғақ шөп, жалпы опилка тастаған жөн. Жақсы жеміс беру үшін маусымына 4–5 рет тыңайтқышпен қоректендірген дұрыс. Ол бірінші қар кеткеннен кейін, гүлдер алдында, түйнек салған соң, ол түйнек өсіп үлкейген сайын және жемісін жинап алған соң осындай тыңайтқышпен қамтамасыз етіп отырғызу керек. Отырғызған жылы ең алғаш рет күзде 50–60 сантиметрдей қалдырып, жоғарғы жағын кесіп тастайды. Жерге тақау өскен әлсіз өскіндері болатын болса, ол 20 сантиметрге жетпей тұрса, оны да алып тастап отыру керек. Сонымен қатар қураған бұтақтарында қиып тастап баптау керек. Ал күн суыта келе жүзім ағашы секілді тығыз материалмен қымтап жауып тастайды. Міне өздеріңіз көріп отырған Меруерт сіңліміздің ауласында өскен жеміс ағашы, міне жиі тығыз өскен жерлерінде анардың, гранаттың өте адам алақанымен бірдей үлкендеу көлемде өскендігін байқауымызға болады екен. Және жоғарыда атап өткеніміздей, көлеңке жерге егетін болсаңыз дұрыс өспейді. Бұл арада өсіріліп отырған гранаттың сорты қызыл анар деп аталады. Ерекшелігі дәмінің тәттілігінде. Жалпы гранатты өсіру үшін қандай сортын таңдаған жөн? Ішіндегі сүйегі жұмсақ және қатты болады. Жұмсақ сүйектісін таңдайтын болсаңыз, оның дәмі қышқыл болады және өсіруде өте қиын. Осы орайда тағы бір ескеретін жайт, қысқы аяз 15 градустан жоғары болатын болса, жеміс ағашы үсіп кетуі мүмкін. Сондықтан барынша қымтап, осы жағын ескергеніңіз жөн. Осындай әдемі бау-бақшаны өсіріп отырған Меруерт сіңлімізге рахметімізді айтамыз.